Құрметті халайық, мына жағдай Ресей билігі элитасында отырғандарды күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырып жүр. Өйткені Ресей мен Украина арасындағы соғыс Кремльді әлдеқашан мазасыздандырды. Әрбір соғыстың қақтығыспен, қарулы атыспен басталып, соңы бейбіт келіссөзбен не болмаса үстел үстінде отырып аяқталатыны айтпаса да түсінікті. Міне дегенше жылдарға созылған Ресей-Украина соғысы соңғы этаптарға жақындап қалды дейді әлемдік сарапшылар. Мысалы, Американың бұл жерде арағайындық етуі, Украина мен Ресейдің қандай да бір шарттардың төңірегінде келісімге келуі, бұның барлығы да және жақында болатын Абу-Дабидегі кездесудің өзі Ресей-Украина соғысын қалай да жақын аралықта аяқтауға екі тараптың да мүдделі екенін көрсете бастады. Мәселе бұда емес. Мәселе соғыс біткеннен кейін Ресей қандай әрекет жасайды. Міне осы жағдай біздегі еліміздегі саясаттанушыларды алаңдатып отыр. Неге? Мәселенің мәні мынада. Ресей осы кезге дейін Украинаға қарсы пайдаланған жалдамалы әскер болсын, неше түрлі жаңағы қылмыс серкелерін пайдаланғаны болсын, бұлардың барлығын ертең соғыс біткеннен кейін қалай қылады, не істейді, қайда пайдаланады? Не болмаса бұларға барлығына жұмыс тауып бере ме, не болмаса жаулап алған жеріміз деп ол жақтан ұлтарақтай жер бөліп бере ме? Оның тағдыры әлі күнге дейін айқын емес. Міне Кремльді күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырып жүрген басты мәселе осы. Тіпті Ресей-Украина соғысы Ресей үшін үлкен жеңіспен аяқталды деген күннің өзінде де, Кремльдің орталық алаңында үлкен жеңіс парады өтті деген күннің өзінде де, соғыстан оралған ардагерлердің, ветерандардың одан кейінгі тағдыры қандай болады деген мәселе. Көріп отырсыздар ма? Ресей бұл тақырыпта үлкен дау-дамайдың ортасынан өткен бір рет Путин аман қалды десек болады. Бұл қалай еді? 2023 жыл естеріңізде шығар. Пригожиннің аты бүкіл Ресейде әйгілі болып тұрған кездер. Оған дейін Пригожиннің аты таяу шығыс болсын, мына Ливия, Африка елдерінде әйгілі болып тұрған еді. Өйткені жалдамалы әскерге арқа сүйеген бұл оның құрамында қылмыскерлер, неше түрлі түрмеден босап шыққан адамдар, неше түрлі әскери адамдардың тобы басқа мемлекеттердің ішкі мәселелеріне араласып, жалдамалы әскердің рөлін атқарған болатын. Осы кезге дейін оларға талай рет санкция салынды. Бірақ осы Пригожин дейтін адам Ресейдің өте сенімді адамдарының бірі болған. Путиннің сенімді адам, тіпті оның лақап аты Путиннің аспазы. Өйткені Пригожин дейтін адам сонау кеңестер одағы құлағаннан кейін Ресей элитасымен жақсы байланыс орнатқан. Бір уақыттары Пригожин істі болып түрмеге де түскен. Одан кейін жаңағы ресторан бизнесмен айналысқан. Кейіннен бұл осындай түрлі қылмыс әлеміндегі адамдарды, неше түрлі істерге қатысы бар адамдарды жинақтай отырып, жасақ құрып, жалдамалы Вагнер дейтін жасақпен әйгілі болған еді. Және осы Вагнер жасақтарын жалдамалы әскерді Ресей Украинаға қарсы соғыс кезінде пайдаланды. Мәселе мынада. Пригожин Путиннің ең сенімді адамдарының бірі болғанымен 2023 жылғы оқиға естеріңізде шығар. Бұл бүлік бастады. Путинге және оның айналасындағы адамдарға көңілі толмай, ол жақтағы жемқорлықты ашық айыптап, Мәскеуге тура тартқан болатын. Бірақ мына Белоруссия президенті Лукашенконың араласуымен бұл бүліктен бас тартты, ішінара бас тартқандай болды. Бірақ көп өтпей Пригожин құпия жағдайда өмірден өтті. Міне 2023 жылы Кремльдің өз ішінде үлкен бүлік басталып, бұл бүлікті әзір дегенде басқан болатын Путин. Міне осыдан ашы сабақ алған Кремль бұның сабағын әлі ұмытқан жоқ. Енді қараңыздар, бұл бір ғана жасақ деп есептейтін болсаңыздар Пригожинді, ал мыңдаған әскер соғыстан қайтқаннан кейін, еліне оралғаннан кейін, оларға Ресей билігі өзінің қирап жатқан экономикасынан нені бөліп беру мүмкін, не болмаса қайда жұмысқа орналастыру мүмкін, не болмаса қайда жіберу мүмкін. Сол баяғыдай таяу шығыс, не болмаса Африка елдерінің ішкі мәселелерін араласатын Вагнер сияқты ұйымға айналып кету мүмкін ба бұлардың, немесе басқа мақсатта жұмсау мүмкін ба? Міне Кремльдің қазір бас қатырып отырған басты мәселелерінің бірі осы. Міне бұл мәселе қазіргі кезде Ресейдің ғана емес, оның айналасында орналасқан мемлекеттерді үрейлендіріп отыр. Досым Сәтбаев ағамыздың сұхбатын тыңдаған шығарсыздар. Бұған кәдімгідей біздің елдің саясаттанушылары да алаңдай бастады.
Өйткені Ресейге соғыс біткеннен кейін әйтеуір бір күн соғыстың бітетіні анық, және соғыстан оралған сарбаздар, жалдамалы әскер болсын, олар арман қарай немен айналысады, оларға Ресей билігі не ұсынады? Мәселе осында. Ол 100 адам емес, ол 1000 адам емес, мыңдаған адамға Ресей билігі қай жақтан нені бөліп береді, не болмаса қандай бағытты ұсынады. Міне, бұл өте күрделі мәселе. Бұл тек Ресейдің, тағдайдан бұл тек Ресейдің ішіндегі өзіндік мәселесі ғана емес, ол айналасында мемлекеттерде ойландырып отырған мәселе.